Армастар қазылар алқасы мен жас зерттеушілер. Мен Жасы ауылының нөмір 1 жалпы орта білім беру мектебінің 9 сынып оқушы Көшекбер Кетаймын. Бүгін сіздердің назарларыңызда мәдениет, тіл және дәстүрлер бағыты бойынша батаның қасиеті, оның адам өміріне тигізер әсері атты ғылыми зерттеу жобамды ұсынамын. Қазіргі жаһандану дәуіріндегі басты құндылықтарымыздың бірі ұлттық кодымыз. Халқымызда батамен ел көгер деген сөз бар. Қазіргі кезде біздің басты құндылықтарымыздың бірі ұлттық кодымыз. Халқымызда батамен ел көгер деген сөз бар. Жобамның өзектілігі ұмытылып бара жатқан бата беру дәстүрін жастар арасындағы психологиялық, ғылыми тұрғыда дәлелдеу. Мақсатым бата жай ғана тілек емес, ол адамдардың ішкі жігерін оятатын рухани күш екенін көрсету. Зерттеу барысында батаның мазмұнына үңілдім. Бата бұл тәрбиенің бастауы. Халқымызда сапарға шықса да, жаңа іс бастаса да, ақсақалдардан бата алған. Бата асыл мұра. Баталардың түрлері: ақ бата жақсылыққа тілеу, жол батасы сапарға шыққан кезде берілетін бата түрлері, серіктесу батасы бұл құдалықта маңызды шараларға беріледі, ал теріс бата ауыр қылмыс жасағандарға берілетін жаза. Зерттей келе мектеп ішіне сауалнама жүргіздім. Мектептегі 40 оқушыдан сауалнама алынды. Олардың 85% батаның киелі күшіне сенеді. Бірақ өкінішке орай 45% ғана батаның үлкендерден көптеген бата алады. Бұл біздің замандастарымыздың рухани қолдауға мұқтаж екенін көрсетеді. Практикалық эксперимент нәтижесінде 2 топқа күрделі тапсырмалар берілді. Бірінші топқа ешқандай қолдау көрсетілмесе, екінші топқа ардагерлер ақ батасын берді. Нәтижесінде екінші топ бірінші топқа қарағанда 15% жылдам әрі сапары орындап шықты. Қорытындылай келе, бұл жасөспірімдердің ми қабілетін жақсартатынын көрсетеді. Зерттеуімді қорытындылай келе, бата ол жай ғана фольклор емес, ол жасөспірімдерді отансүйгіштікке баулитын ұлы күштердің бірі. Батадан жиналған әжелер мектебі мен тәрбие сағаттарға қолдануға болады. Бата беру дәстүрін тек қана мерекелерде ғана емес, мектеп өмірінде кеңістікте қолданып, жастардың бойында ұлттық рухты асыл қазына арқылы ояту. Мектепте әжелер мектебі мен ақсақалдар алқасының қатысуымен бата беру мәдениетін дамытатын бата асыл мұра атты танымдық клубын құруға ұсынамын. Ғылыми жобамды қорытындылай келе, батаның рухани күші. Бата ұрпақтың арасындағы алтын көпір. Ол жастарды жат қылықтардан тыятын имандылыққа, мейірімділікке және еңбекқорлыққа баулитын ұлы күш. Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктердің артында да халықтың бір-біріне деген ақ ниеті мен қариялардың ақ батасы тұрғаны анық. Назарларыңызға рахмет.